Бір жасағаннан дәмі сочный болып шығатын чикенді дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Ең алдымен каналыма тіркеліп қойыңыз. Осы рецептін жасау үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге қажетті заттар: тауықтың төс еті, черный перец, шашлычный приправа және де паприка. Онан соң ұннан кейін бізге тұз және де корейский тұзы міндетті түрде қажет, ол приправа дәмінде береді. Онан соң бір жұмыртқа и су қажет болады. Бірінші кезекте біз тауықтың төс етін өзіміз қалаған формада кесетін боламыз. Қатты жұқа немесе жіңішке етіп кесуге болмайды, себебі сіздердің чикендеріңіз қатты болып қалмас үшін біркелкі формада кесіп шығамыз. Мен қатты үлкен емес, не кішкентай емес, средний формада кесіп шықтым. Мінекей, мен дәл осындай формада кесіп шықтым, өздеріңіз көріп отырғандай. Екінші кезекте ұнымызға бір ас қасық көлемінде шашлычный приправаны қосамыз. Онан соң 4 ас қасық паприканы да қосамыз. Паприканың үстіне 4 ас қасық черный перецті де қосамыз. Перецтің үстіне 1 ас қасық қытай солі, одан кейін жарты ас қасық ас үй тұзын да қосамыз. Дәмдеуіштердің барлығын қосып болғаннан кейін бір келкі етіп барлығын араластыратын боламыз, әрине қасықтың көмегімен. Келесі кезекте бос ыдысымызға суымызды құйып, одан кейін бір жұмыртқаны салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Жаңағы су мен жұмыртқалы массамыздың үстіне ұнның жартыдан көп бөлігін қосып, тағы да венчикпен араластырып аламыз. Ұн мен су біріккенше араластырамыз, себебі ұнымыз бөлік-бөлік болып қалмас үшін. Жаңағы массамыздың үстіне тағы да су құйып араластырамыз. Су міндетті түрде қайнаған болуы қажет. Біздегі масса сұйық болғанша венчикпен араластырамыз, примерно 5 минут көлемінде. Одан кейін жаңағы дайын болған массамызға тауықтың төс еттерінің барлығын саламыз. Төс еттер маринатталуы үшін үлкендеу формадағы ыдысқа саламыз. Одан кейін жаңағы басында қалып кеткен жарты кеседегі ұнымызды осы формаға салып, тағы да қолмен жақсылап араластырамыз 2 минут көлемінде. Себебі сіздердің төс еттеріңіз осы массаны сіңіріп алуы үшін. Маринатталуға дайын болған чикенімізді бетін жауып холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. Кез келген ыдысымызға ұн, черный перец, паприка және де тұз салып, осындай клярымызды аунатып малып аламыз. Қызып тұрған майға енді чикендерімізді салып, 5 минут арғы бергі беттерін қызарғанша қуырып аламыз. Чикеніміз пісем дегенше біз соусын дайындаймыз. Соусымызға 100 мг майонез, 50 грамм су, 3 түйір чеснок қажет болады. Барлығын араластырып аламыз. Біздің уже чикендеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан шығады. Дәмін видеода айтып жеткізу мүмкін емес. Өте керемет, тіпті сатып алғаннан қарағанда өзіңіз жасаған 1000 есе артық болып шығады. Іштері пісіп, осындай соуспен жеңіздер.